Баршаңызға сәлем достар. Барлығымыз шай ішкенде сондай бір дәмді пирогпен, тәттімен ішкіміз келеді. Сол кезде таптырмас пирогтардың бірі алмалы пирог. Жасалу өте оңай, ешқандай ингредиенттері барлығы холодильнигімізден табылады. Сондай жұмсақ, хош иісті болып шығады. Хош иісі корицаның арқасында беріледі. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі және жұмсақ болып шығады. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен қамырын дайындайық. Негізінен көп жағдайларда қамырды жұмыртқаның ақ уызын мен сары уызын бірден араластырып жібереді. Достар, егер де тек қана сары уызынан жасайтын болсаңыздар, қамырыңыз өте жұмсақ болып шығады. Мінекей 2 дана сары уызға қаймағымызды қосамыз және де бөлме температурасындағы жақсы сары майымызды қосып араластыратын боламыз. Және електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты, яғни разрыхителді араластырып үстіне қосатын боламыз. Достар, егер де сіздің сары майыңыз бөлме температурасында өте жұмсарып кеткен болса, қамырыңыз дайын болғаннан кейін 30 минуттай холодильникке міндетті түрде салып алыңыз. Ал видеода көрсетілгендей менікіндей сәл қаттылау қылып пайдаланатын болсаңыз, онда холодильникке ұзақ салмауыңызға болады. Бірақ ол кезде қол күшіңіз көбірек кетеді. Мінекей қамырымыз дайын болып қалды. Керекті мөлшердегі ұнның барлығын қоса беріңіз, қорықпай. Барлығы майдың көмегімен жақсы қамырға айналатын болады. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай болады. Мінекей қамырымыз дайын болғасын, салмасын дайындағанша холодильникке сала тұрайық. Керекті ингредиенттердің барлығы төменде көрсетілген салмасы үшін. Ол үшін бізге кукурузды крахмал, корица, қант және алма қажет болады. Алмаңызды осылай видеода көрсетілгендей өте жұқа етіп турап шықсаңыз болады. Егер де сіз видеодағыдай ұзақ жіңішке қылып турап алатын болсаңыз, алмаңыз пісу барысында өте жақсы жұмсаратын болады. Бұл пирогтағы ең оңай жері салмасы болып табылады. Мінекей алмасын турап алдық, үлкендеу ыдысқа ауыстырамыз. Содан кейін айтылған барлық ингредиенттердің барлығын үстіне қосып, қасықтың көмегімен араластырсаңыз, салмаңыз дайын болады. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта өте оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей салмамыз дайын болды. Енді холодильниктен қамырымызды алып жаюға кірісейік. Ол үшін ең алдымен берілген қамырды 2 бөлікке бөліңіз. Бір бөлігі сәл үлкендеу болсын. Ол негізіне кетеді. Содан кейін ал кішірек бөлігі беткі жағына тор іспеттес әдемілеуге қажет болады. Мінекей тақтайшамызға жабысып қалмас үшін сәл ұн себелеп, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Мен диаметрі 26 сантиметрлік осындай формада пісіретін боламын. Сол үшін сол формаға керекті диаметрде ең алдымен қамырымызды жайып алуымыз қажет болады. Мінекей керекті мөлшерде жайып алған сияқтымын. Формамды үстіне қойып қарап алып жатырмын. Жеткілікті секілді. Енді оңай болу үшін осылайша оқтауға орап, содан кейін формамызға қойып ыңғайластыратын боламыз. Сәл төмен қарай түсіріп, барлық жеріне жеткілікті етіп орналастырып шығамыз. Егер де сәл мына видеода көрініп тұрғандай сәл жетпей қалған жерлері болса, еш қорықпаңыз, артық жерін үзіп алып, сол жерін жамасаңыз болады. Ешқандай көрінбейді, пісу барысында өте әдемі болып піседі. Мінекей барлық жерін формаға бекітіп жатырмын. Ал артық қалған қамырды оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей жүргізіп шықсаңыз, ешқандай қиындықсыз түсіп қалады. Енді осы қамырдың үстіне дайын салмамызды салатын боламыз. Барлық жеріне жеткілікті етіп, әдемі тегістеп, қалақшаның көмегімен орналастырып шығатын боламыз.
Осылайша орналастырып болғаннан кейін енді беткі жағын әсемдейтін боламыз, яғни тор көз секілді әсемдейтін боламын қамырмен. Ол үшін алып қалған екінші бөлігін дәл жаңағы қамыр секілді сәл ұн себелеп отырып жұқа етіп жайып алатын боламыз. Содан кейін пышақтың көмегімен ұзынша етіп турап аламыз. Мінекей жайып шықтым. Сәл жұқарақ болғаны дұрыс, себебі пісу барысында ішінде қопсытқыш болғандықтан сәл көтеріледі. Сол үшін жұқа етіп жаюларыңыз сұралады. Мінекей осылайша тегіс етіп, ұзынша етіп, барлығын кесіп шығатын боламыз. Содан кейін мінекей салмасы салынған пирогымыздың үстін осылайша тор көздендіріп әсемдейтін боламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей осылайша өрім секілді бірін-біріне айқастырып, әдемі етіп, арақашықтығын біркелкі етіп орналастырып шықсаңыз, піскен кезде өте әдемі болып шығады. Мінекей барлық жерін тор көздендіріп әсемдеп шықтық. Енді шеткі жақтардың қолдың көмегімен барлық жерін басып бекітіп шығыңыз, себебі пісу барысында ашылып кетсе әдемі болмай қалады. Осылайша барлығын бекітіп шыққаннан кейін оқтаудың көмегімен және тағы артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде беткі жағын жұмыртқаның сарыуызымен сәл сүт қосылған қоспамен сылап шығуыңыз қажет, себебі пісу барысында өте әдемі қызғыш түс беріп пісетін болады. Мінекей қамырымыздың барлық жеріне жеткілікті етіп, молынан жағып шығатын боламыз. Содан кейін дайын болғаннан кейін қызып тұрған 170 градустағы пешіңізге бар жоғы 30-35 минутқа салып алсаңыз, сіздің пирогыңыз өте хош иісті және дәмді болып дайын болады. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады, дәмі сондай керемет, ал корицаның иісі қандай ғажап. Сіздер де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.